Біздің таңғы малға қарауымыз. Бүгін үйде ата жоқ болғандықтан жолдасыма өзім көмектестім. Бірінші қозыл қойдың жем жейтін ауасын сыпырып алып, жем салып, бірінші қозыл қойды жайғастырып алдық. Сосын барып, жолдасым мына жерде маған, сен барып көп қойдың ауасын сыпыра бер, мен қозыл қойды шығарып кетем деген екен. Түсіріп үлгергенсің ғой. Мына жерде науа көп болатын тұғыншы. Содан кейін толкуыз бір қатарды ғана телефонды жерге қойып түсірдім енді. Қалғанын түсіре алмадым. Осылай сыпырып, мұз қатып қалған, бірақ үстіндегі қар қырауларын сыпырып тастаймыз да. Жем салып береміз. Қозыл қойдың өзін қамау дегенше, ема. Біреу кірсе екінші шығады, зорғадан қамадық қой. Көп қойларға дайындалыңдар, давай тез жүгіріңдер жемге деп. Бұларды жемге шығарып салып, өзім үйге қызыма кеттім.